Көп ағайындылардың өзі бір отбасыдан шығады да дүниеге таласып небір қызықтар болып отыр ғой енді. Туған ағайындылар әкесі қайтыс болған кезінде үйге таласып сондай нәрселер болып отыр ғой. Сол бұл қаяқтан пайда болды осындай нәрсе десек ше, бала тәрбиесінде бір осындай бір қателіктер ата-анадан да болып қалуы мүмкін ше. Қараңыз, мына нәрсені қарап көріңіз. Мысал үшін, бір үйде 4 бала-шаға бар. Бізге әдетке айналған, енді аналар ғой көбінесе үйге зат таситын. Төртеуіне альбени қойғаш, бір альбени апарамыз ба? Төртеуіне 4 альбени апарады әрдайым, білесіз ба? Неге? 4 альбени әрқайсысы өз-өзінше алады да, болып кетеді. Өзімен өзі. Короче, семен жұмыс, әркім өзімен өзі да, жұмыс жоқ бір-бірімен. Ал енді кейбір кезде ана той-томалақтан келеді да, зат үшеу болып қалады ғой, сол кезде не болады? Үлкені дем алады сол кезде. Байқайсыздар ма? Кішкентайында түсінік бар, ол жеу керек, не болса да ол жеу керек. Сонда ана біз айтамыз, үлкеніне сен жемей-ақ қой, сен мыналар жейсашы деп. Үлкен біз негізі байқамаймыз, үлкеннің көңілі түсіп қалады осы жерде ше. А енді әкелген затың екеу-ақ болып қалса ше, екеу-ақ болып қалса, енді үлкен екеуін демалдырып жібереміз да біз. Екеуің үлкенсіңдер ғой, қоясың да мына екеуін жейсасын деп ше, кішкентай екеуіне береміз. Ал әкелген затымыз біреу-ақ болып қалса, онда біз кішкентайына аламыз да, сен бар да өзін білдірмей жеп ала сал. Көрсе таласады деп ойлаймыз да, біз негізі жақсы ойлаймыз біз. Ұрыспай-ақ қойсын деп ойлаймыз да, сөйтеді да айтады, бар да білдірмей жеп ала сал дейді. Анау көрт шыққанқсап тығылып жеп жүреді өзімен өзі. Қараңыз, біз не үйретіп жатырмыз? Тығылып бір-бірінен, тығылып жеуді үйретеміз да. Тығылып жеуді үйретіп жатыр. Енді қараңыз, бір күні, енді байқап көріңіз шына нәрсені. Сіздің балаңыз 4-еу, мынандай 2 зат әкеп беріңіз да, 4-еуіне. Сөйтіңіз да айтыңыз. Бірақ тәрбие мынандайдан басталады. Тәрбие үнсіздікпен болмайды. Міндетті түрде түсіндіру керек. Сіз айтасыз, мына мен 2-еуін әкеп бересіз, сендер мұсылмансыңдар. Біріншіден, екіншіден бауырсыңдар. Мұсылман адам, бауыр адам не болса да бір-бірімен бөліп жеу керек. Мынаны 4-еуіңе мына 2-еуі бөліңдер дейсіз ғой. Шынымен айтайын. Бірінші осы әңгімені естіген кезде бар ғой, ең кішкентайы бар ғой, жылап кетіп қалуы да мүмкін, ренжіп қалуы мүмкін. Неге? Ол айтады, бөлмейміз дейді. Мынаусын мен жейм дейді. Өйткені ол бүтіндей жеп үйренген ғой. Мынаны мен жейм, мынаны үшеуі бөлсін дейді. Бірақ сіз осыған көнбейсіз, сіз айтасыз, жоқ, 2-ге бөліп, 4-еуіңе осы 2-еуін бөліп жейміз. Сол кезде ана кішкентайы өте қатты ренжіп қапа болады. Жеуі де мүмкін, жемей кетіп қалуы да мүмкін. Бірақ ағайындар, қараңыз, не үйреніп жатыр? Не сабақ болып жатыр? Осыны күніге істей беріңіз. Күніге күнара болсын мейлі. 3 рет, 4 рет, 5 рет қайталанады ғой. Енді оларда не пайда болады? Сіз енді бір күн әкеңізді 2-еуін әкеп тастаңыз, сөйтіңіз да үндемей шығып кетіңіз. Сөйтіп ана өздерінің қатындарыңдан дейтін әдеттерің бар ғой, бүйтіп не істеп отыр екендер ше. Соғыса бір күні есіктің сыртынан бүйтіп әзіл ғой. Есіктің сыртынан жаңағы бала-шағаң байқап көрші. Олар жаңағы пышақ кесіп атады. Өйткені бөлуге үйренген ғой. Сол кезде сен жоқ кезде жаңағы кішкентайы қайттан бір попытка істеп көреді. Әкел ана мен жеме. Мынаны бүтіндей жеуге бір әрекет жасап көреді. Сол кезде аналар айтады, жоқ ой, әкеміз бізге, шешеміз бізге жаңа бөл деп айтқан деп ше. Бөліп жейді да, не болады? Енді олар жайлап әдетке айналады. Енді спокойно 2-еуін әкеп тастап кете беретін боласың, кетіп қал. Олар болды, жайлап әкеп бөледі. Ал енді бір күні келеді да, 2-еміз бір-ақ нәрсе әкелесіз. 4-еуінің ортасына әкелесіз да, бір-ақ нәрсені тастап кетесіз. Не болады? Олар жай барады да, мынаны 4-ке бөледі. Ол жерде енді спор бір нәрсе болуы мүмкін, жай ең кішкентай маған дәурек кес деуі мүмкін да. Бірақ бөлу керек екенін біледі да. Ағайындар, не айтып жатырмыз? Кішкентай нәрсені бөлісіп үйренген адамдар кейін өскен кезінде үлкен нәрсені бөлісе алады. Мына кішкентай кезде аз нәрсені бөліп үйренбеген адам үлкен кезінде үлкен тақырыптар, үлкен суммалар айтылған кезде бар ғой, бөле алмай қалады.
Son ана мен саған 200 теңге қарадым, сен маған 300 теңге қарсың деп туған бауырлар солай жүреді да.